болды, Асан? Kör muna balалардың ne istеп, ne бүлдіріп жатқанын? Масқара. Бұлар не істеп жатыр? Көрмейсің ба? Құдайға құлшылық жасап, намаз оқып жатыр. Намаз десіңде? Онда тұрған не бар? Атам да өлгенше намаз оқып кеткен. Атаң намаз оқыса, сақалы бір шал болады. Мыналар әлі мұрын боқ бала емес пе? Бүйтіп кете берсе, ертең өз ата-анасын тыңдамайды. Әлгі жалғыз сақалдарға айналмасын кім біліпті? Жазықсыз жандарды да өзін-өзі жарыс беретіндер де міне дәл осындайларға шығып жатыр. Сен білесің ба? Тараз бен Атыраудағы жантүршігерлік оқиғалар міне дәл осындайларға шығып жатыр. Асан, сен не деп тұрсың? Сен әлгі вахабистермен террористерді айтып тұрмысың, Асан? Иә. Жүр, тезірек тоқтатайық мыналарды. Асан, бірдеңе істесеңші. Есінен таңғармайсыздар. Кішкентай болып не бастарына тұттыңдар. Тұрыңыз. Тоқтатыңдар деймін. Қидамайды ғой. Бірдеңе десеңші. Тоқтатасың ба жоқ па? Апа, мені кешіріңіздер. Менің сіздермен қарсыласайын деген ойым жоқ. Таң намазының парсы болған соң, соңына дейін оқып шығуым керек болды. Алайда айта беріңіздер, мен сіздерді тыңдап тұрмын. Сен өз не істеп, не бүлдіріп жатқанын білесің ба? Бүлдіргенмен қоймай, мына есі кірмеген баланың ақылын олап жатқаны не сенің? Әке, сіздің не айтпақ болғаныңызды мен жақсы түсініп тұрмын. Бірақ мен соншалықты жұрт қорқатындай жаман нәрсе істеп жатқан жоқпын ғой. Бар болғаны бір Аллаға сыйынып, жасаған күнәларымызды кешіруін сұрап жатыр. Сен сыйынбай тұрып, мына мұрныңның боғын сүртіп ал, түсіндің ба? Күнә? Балам ол, бес белбеуін шықпай жатып қандай күнәға батып қалдың? Апа, олай демеңіз. Нәпсіге бағынған кез келген пенде күнә жасайды. Күнә жасамайтын адам жоқ. Әйтсе де, тәубеге келгендерді Алла тағала күнәсін анық кешіреді. Сонда, әкеңді мен де күнәліміз бе? Ешкімнің ала-жігін аттамасақ та, ешкімнің еш нәрсесін тыңдамасақ та күнәлі бола береміз бе? Оны тек бір Алла ғана біледі. Оны тек бір Алла ғана біледі, апа. Қасиетті Құранда тозаңның түйіріндей жасаған жақсылығында, тозаңның түйіріндей жасаған жамандығында қарасаңға тұрады. Тіпті мүйізді қойдан, мүйізсіз қойдың шақса берілетін айтылған. Сондықтан бұл күні әрбір пенде өз жасаған күнәсі үшін Алла тағаладан кешірім сұрайды. Жетер! Күнәсіне тәуба деп тайдақ жоқтайды, басымызды қатырып жібердің ғой. Сен уағызыңды, ақылыңды мына басыңа жап. Бізді жөнге салатын сен емес. Осы уақытқа дейін жұрт қатарын күніміз көріп келе жатырмыз. Сенің ақылыңсыз бір күніміз өтер. Саған айтарым, бізбен бірге тұрамыз десе, мына шатыр шапқанын тастайсың. Тастамайды екенсің. Жолың әлі, кете бер! Құры! Балам, әкең дұрыс айтады. Әкеңнің айтқанын істеші. Әке, бұл шалды шатпақ емес. Бұл Алла тағаланың разылығы үшін жасалатын құлшылық. Құдайдың өзі адам мен жылды тек өзіне құлшылық ету үшін жаратылған айтылған. Сондықтан сіздер қаша десеңіздер де мен бұны тастай алмаймын. Тастай алмайын дейсің ба? Сен не оттап тұрсың? Сен сонда туған ата-анаңа қарсы сөз қайтарайын дедің ба? Әлде сенің анау Аллаңда, әлде айтқан пайғамбарыңда туған ата-анасына қарсы сөйлеген жөн дей ма? Жоқ, керісінше ата-анаңды сыйла. Олардың қартайған шағында ата-анаңа тиме дейді. Міне ұмыт жөні. Онда немереге бұл жөн емес. Туған ата-анаңды сыйла. Олардың айтқан екі етпей орындамайсың ба? Рас, әке. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва салламның бір хадисіне жүгінсек, сіздер не айтсаңыздар да мен орындауға тиіспін. Ал бірақ Алла тағаланың өзі парыз еткен 5 уақыт намазды менің тастауыма хақым жоқ. Ақырет күні Алланың ауыр азабынан қорғап, жұмаққа жетелейтін жалғыз жол осы. Мынау не дейді? Мен саған көрсетемін. Кімнің қарсы? Кімнің қарсы екен?
Сіздің қатты ашуланатыныңызды білем. Бірақ сонда да айтайын дегенім, мына бауырым Оразды өзімен бірге алып кетуге рұқсат етіңіз. Оны қатарынан кем болмай өсіріп, оқытып, парасатты, иманды азамат етіп өсіруге Алла тағаланың атымен сөз берем. Ей, оңбаған, сен не оқтап тұрсың? Ей, сен сонда Оразжанды бағып өсіріп, елдің азаматы шығар, біздің қолымыздан келмейді деп тұрсың ба? От діннен безген қасиетсіз шығ үйден! Жоғал көзіме көрінбей! Діннен безген мен емес. Сіздер. Сіздерді Алла тағаланың өзі кешірсін. Мен үйден кетем. Қош бол. Ана кетпекші! Сен ескімен намазға қайталады! Бір бақам іздеп құлауына жатқанда екінші шықты ғой. Ей, шық! Ой, сөйлей! Намазың не сен? Омар! Осы білдіргенде жетеді. Дәрмәсі шығ үйден! Әйтпесе сен аямай! Шық! Жарайды әке. Мені кешіріңіздер. Мен үйден кетем. Ораз, бауырым. Сені мына жаратылғандарға емес, бір ғана жаратушының өзіне тапсырдым. Қош болыңыз әке. Сендердің бұларың не? Қызу үшін жүргендер. Сендердің дәл осындай әкпе қандастарың бар емес пе? Сен кімсің? Сен не? Бізге бермеді. Сұм күштімеді? Күштім бар еді. Күшті болсам келші. Әусінен көрейін. Ей, жігітім, қалтаңда ақшаң болғанда оны алып қоя беретін едік. Бірақ сенен нәбір кітапшадан басқа түк те жоқ болып шықты. Соған қарағанда сен үшін тым қымбат сатау деймін. Иә. Иә, ол мен үшін өте қымбат. Оны өзіме қайтарыңдар. Қайтарыңдар ғой. Оны көреміз. Сен бізге, біз соншалықты дүние қоңыз жандар емеспіз. Сен бізге мына кітапшаны құқын берсең болды. Барлығын $1000 әкелсең, кітапшаңды өзіңе қайтарамыз. Айттым ғой, бұл ақшаға сатылмайды. Бұл қасиетті Құран кітабы. Одан да қажет десеңдер, менің жанымда алыңдар. Алла тағала бұны қош көрсін. Мен оған дайынмын. Ей, мен сендерге айтқан жоқпын ба? Бұл бахамистің нағыз өзі деп. Бұл бахамистер өздерінің ата-аналарына құдайды, сосын әлкімет пайғамбар дегенді артық көреді деп естігем. Сол рас па, өтірік пе? Байқап көрсек қайтеді? Көрсе көрейін, давай. Тамаша. Осы сендер бағана пивоны ауыздарынан шыққанша іштіңдер ғой? Бұлай, әжетханаға барғыларың кеп дегендей қиналып тұрған жоқсыңдар ма, ей? Тамаша. Олай болса, мына кітапшаға дәрет сындыра берулерге рұқсат береді. Олай етпеңдер, Алла тағаладан қорықсаңдар. Алла тағала өзі Құран кітабын пайдалануға жол бермейді. Оны көреміз. Қанешті, мен теріс қарап тұрайын. Сендер адамдарға не қыла берді? Ей Алла, күнәмізді кешіре көр. Лайықта араздық несібе бер. Имандылық жолында күресейін, қуат бер, мақсатыма жетіп бер. Ей Алла, барекенің аянмаған, өніп өсіп жатқанда саяндадан, надандардың ісіне күйіп кетсем, сезімдер мәңгілік оянбаған. Оңбағандар! Естіп жатсыңдар сендер! Естіп жатсыңдар! Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва салламның бір хадисі есіме түссе, қатты ойланып қалатын едім. Ол хадисте тозақтықтардың көбісі әйелдер болатын жайлы айтылған.
Сондықтан сендей қаракөз қарындастарымыз лағнет шайтанның ластырмегіне еріп, мынадай жасап жүрген күнәңді көріп, хадистің мәнін терең түсінгендей болдым. Тек жаратушы бір Алладан жалбарынып тілерім, сені тозақ отына сала көрмесін. Ол үшін Алла тағаладан күндіз-түні кешірім сұра, тәубеге кел, жыла, жалбарын. Алла тағала тәубеге келгендердің күнәсін анық кешіреді. Алла тағала өте мейірімді, өте рахымды. Зала Құдайды ойға алысты. Қызнашар аластан ылайға түсті. Адамдарда ұяттың бар жоқтығы иманына әрине байланысты. Білімсіз бір Аллаға дос бола ма? Әлде оны нәпсісі басқара ма? Қорқынышта ертең ол ала болар, қандай үлгі береді жас балаға? Кім жамандық тілейді баласына? Жақсылықтың дәніне, санасына. Иманы бар ибалы қыздар ғана ертең елдің айналар анасына. Сонда сіздіңше Аллах тағаламна мен де кешіреді ме? Сонда мен... Әрине кешіреді. Алла тағала Жанна, сен бұны не? Мен не істедім? Мен адам өлтірдім ғой. Есің шықшы, Жанна. Мен не істедім? Адам өлтіріп қойдым. Енді қарай. Ағатай, сізге не болған? Ағатай! Ағатай, тұрыңыз, Ағатай! Мен не істедім? Енді не істеймін? О, жаратқан ием! Мен күнәһар болдым. Бүгін мына жақсы кісінің сөзін естіп қана шындап ойлана бастадым. Мен осы күнге дейін ақымақсыз болып келдім. Мен сізді қалайда аман алуым керек. Ағатай, тұрыңыз. Алла! Әкетай! Әкетай, білеміз болмасын асқиды. Иә, үйге жете алмай қиналып тұрмын. Білесіз бе? Мені жолдан ұзақлап шақырып кетті. Мені құтқармақ болған бір жігітте аямай жараланды. Иә, әкетай, тезірек жетіңіз жанымнан, әкетай. Тезірек жетіңіз. Қайда дейсіз бе? Біз әлгі Сапардың төменгі жағындамыз. Тезірек жетіңізші, әкетай. Ағатай, тұрыңызшы. Мен сізді қалайда ауруханаға жеткіземін. Мамочка, сіз алмай тұрмын, басталай чыныңызсыз. Сонда әлгі бірден сыртқа жүз тақпағандар, ол отырысқа кірмек түгіл үйге де жолай алмайды дейсің бе? Бұны шығарып жүрген кім өзі, айтшы маған? Сол әйел ме? Бір өзі кесапат әйел болды ғой, адамның жай күйімен санаспайды. Жұрттың күйеуінің бәрі соның күйеуге тіреп тұр деп ойлаймын. Жарайды, кешірші. Аузынан шығып кетті байқамай. Өзің не қылдың, соны айтшы. Ақша жағы. Бірден бал алдың ба? Айналайын-ау. Өткенде ғана көк көзі бар, ақ көзі бар деп келіскен жоқ пе? Енді аяғыңыздан не болып қалды? Не дейсің? Модадан қалып кетті дейсің бе? Сен алдың ба? Қалай алдың? Сенің күйеуіңе ескіне құлым қайда? Жұрттың ыбырай, біздің ыбырайсыз ұрай. Жарайды, өзі келе жатқан сияқты. Сонечка, давай пока, өзім хабарлассам, хорошо? Ладно, давай. Бұл қат шаршады. Сол. Тамағың дайын ба? Қайындай ма? Онда болайын. Кешіккеніне сүйінді. Ешкім тұрмай.
Білесің бе, қатынаш, шаршадым. Сен бүгін қалайдан келемін? Өлшемде тауға келемін дегенің қайда? Не сайлаға барамын бүгін? Менің ол жерде қандай мазақ болып табана қалатынымда. Неге олай дейсің? Мен сені табалып қойып, мына жерде отыра береді дейсің ба? Ақша деген не ол? Мен үшін не ол ақша деген? Міне, енді сол ит, сен ол иттің төрінде жарқырап, жайрап отыратын боласың. Сен қуанама десең, бұл өзің айтқандай тұп-тура $15,000. Бар болғаны $15,000 ма? Асан жетпейді. Сен 15,000 ардығымен жетеді демедің ғой? Асан жетпейді бұл. Түсінесің бе? Бұл енді жарым ағасына да жетпейді. Не деп әкелдің бұны маған? Білесің бе? Көк көзі бар сылға жүзін емес. Енді бір рияд тағатын болыппыз. Ал сәйе, бұның алдына қойған. Мен маған деп айтып қойдым ғой. Есіңді жи. Мен осы ақшаны қалай тапқанын білесің ба? Бір жазықсыз байғысты жазықты қылып барып Қалай да. Менің жұмысым жоқ. Маған ақша керек. Мен барғым керек. Мен бір рияд алғым керек. Түсінесің бе? Есіңді жи. Қалай тапсаң олай тап дейсің ба? Мен сонда осы ақшаны табам деп жүріп, сотталып кетсем де саған бармын ма? Сонда менен гөрі саған ақша жақын болғаны ма? Асан түсінесің бе? Тапқаның дәл бүгін маған ақша керек. Жетпейді маған. Жетпейді. Есің тиіш. Жарайды, мен осы ақшаны табам. Сен бірақ 2 аптадай уақытқа шыда. Сен не деп тұрсың? Қандай 2 апта? Маған дәл бүгін тапқаның керек. Омар! Ораз! Есің тиіш. Сен әлі кетпейсің, Асан. Мен не дедім саған? Ақша керек, ақша. Ақша! Сенің ақшаға басқа айтатын нәрсең бар ма? Жарайды, мен ол ақшаны табам. Сотталып кетсем де, тіпті өліп кетсем де саған тауып берем. Сотталып кетсем түрмеде, өліп кетсем тозақтан саған салып жіберем. Өзіңе де сол жөн. Сұраған ақшасын бәрі тауып беріп жаман үйреткен өзің. Я келдім, шайын тамағын деп айтшы, алатын жер тауып қойдың дейсің бе? Қалай? Ой, Саня, сен қандай жақсы әйелсің. Неге енді сол сенен басқа кімге айтам, $10,000 жетіспей тұрғаны? Я, үйдің құжаттардың бәрі түгел. Менің атымда. Оны неге сұрадың? Қалай? Келінге ойдысың бе? Я. Ой, Саня, сен қандай қаттыра келсің. Ладно, өзім хабарласам. Бұны қалай ойыма келмеген? Үйді кепілге қойып кредит алып, Саняның алдынан қымбат бриллианттан ақ түсетін бриллиант алыпты. Жақсы болды. Жақсы болды. Омар, келші. Әкем көріп көрсен, екеумізді өлтіреді. Не yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Апа, менің жеке ісіме араластың деп ұрса көрмеңіз. Сіздің үй
үйді саудаға салып, несие аламын деп жатқаныңызды кездейсоқ естіп қалдым. Бұл өте харам нәрсе. Алла тағала Құдайға қатаң тыйым салған. Сені деп құлшыраға тұрсың ба? Үймен тұр. Не істесем де өзім білем. Түсіндің бе? Иә, рас. Үйсіздік екені рас. Бірақ бұл үйде әкем мен ораза тұрып жатыр ғой. Сондықтан бұл мәселені отбасы болып ақылдасып шешкендеріңіз дұрыс емес пе? Ақшасын уақытын төлей алмай қалсаңыздар, не болмаса басқа да бір жағдай болып қалса, мына үйді тартып алады ғой. Сондықтан қайырсыз жылтыраққа бала үйді саудаға салып өкінішке қалмаңыз. Кімде кім дүниені болса, соны дүниеге қуып қоямын деген Алла тағала. Тоқтатшы! Сен де құлшырап тұрсың ба қайтейін? Неге уақытын төлей алмайды екенбіз? Төлейміз. Ал ол жылтырақ қайырсыз бола ма? Қайырсыз бола ма? Ой, сен мына үйді қатырақ қой, түсіндің бе? Ең етіп сол болар, болды. Астағфиралла. Апа, Құдай бұйырса деп айтсаңызшы. Құдай бұйыра бермей не қысып тұрмайды. Неге сол болар, болды. Апа, мені кешіріңіз. Мен бар болғаны өз білгенімше, сізді райыңыздан қайтармақ болдым. Бірақ амал қанша ол менің қолымнан келер емес. Бірақ ұлыңыз ретінде соңғы бір өтінішім бар еді. Тым болмаса соны орындаңызшы, апа. Бұны ақшаны алыңыздар, үйге тізбек қойыңыз. Сіз айтқан ақшадан көп болмаса да аз бола қоймас. Қорықпаңыз, апа, қорықпаңыз. Мен машинаны саттым, бұл соның ақшасы. Мені машинаны саттың дейсің бе? Маған бола ма? Елге жұртқа қақы болатын болды. Апа, үлкен жұртқа балам машинасын сатып, одан да қымбат машина алайын деп жатыр дей салыңыз. Ал мен ол қымбат машинаны өз маңдай теріммен тапқан адал ақшам алғам. Қымбат машина дейсің бе? Солай ма? Сен ақылы? Ақылдымсың. Мен ол машинаны сізге бола саттым деп өтірік айта алмаймын. Мен оны Ораз ініме бола саттым. Бұл ақшаны да Ораздың атынан банкке салмақ болған. Үйге Ораздың керек құжаттарын алып кетуге келген. Сіздің үйді саудаға салып жатқаныңызды кездейсоқ естіп, бұл ақшаны сізге бөліп жөн көрдім. Сондықтан апа, осы ақшаны жаратып, мына үйге тиіспей-ақ қойыңыз. Тиіспеймейді. Көресің, бұл ақша маған артығымен жетеді. Ана ыңырсыған сәлме шыққан төбесінен жай түсіреді. Олар ойлаған жоқ қой. Мені бұндай ақшаға кенеліп, бақ бриллиант алады деп. Жарайды балам, дүкен жарамайтын неге? Ақша, ұмытып бара жатыр екен ғой. Ана оразылығыне абай болшы. Үстіге аға пішіп жүр ма? Темекі тарта ма? Бір нәрсе аузынан темекінің иісі шыға ма? Бәле, қойсын сондай. Іліңе қарап жүрші, мен келдім балам. Ай, апамай. Нәпсінің жетегіне тым еліп кеткен секілді. Ақшаны көріп, тіпті мені үйден қуып жібергенде есіне шығып кетті. Әйтеуір күні жақсы болса еттайды. Омар аға. Ораз, сен де ішкерек ішіп, темекі шеккенсің бе? Сен бұндай жаманлықты күннен үйреніп жүрсің? Азлап шарап ішіп, темекі шек. Онда отырған не бар едің? Мен достарымның бәрі арақ ішіп темекі шегеді. Одан да бір құшақтай сайып ет маған өзі. Жоқма маған! Сен де қандай шайтаны ластырғын еріп, нәтішін жеп, зәрін үшіп жүрген сендей наразы мен балым дей алмаймын. Сен мені сағынғаныңда өкір. Сағынсаң жақпай тұрмай іздеген мені. Ал сен
менің уағыздарымды түрметпей тыңдап, менімен бірге томпаңдап намаз оқитын оразың қайда? Oraz balım, kaydasın? Gelip şişeğini görseymişe. Oraz balım, niye demişsin? Sen kanday bulmalayın mısın? Onun gibi gittiğinde falan vakit bulacak bak. Buradan da gelip, senin gelin misin? Sola men ko'chaga kelishsaganini. Nima aytasiz? Neni ko'rdingiz? Hey, sen ne şimdi nazarından bilen koymuyor musun? Karam ne? Ne? Men bunday narsalarga o'sha berbilmayman qo'y. Qo'y, men vaqtim bo'ldi. Men ketdim. Sog' bo'l, Safaday. Hey, sen kümüşmeyi aytsaş, Hasan ağama ne болып қалды? Асабаға бір көлемді ақша жатқан жерлерді салып оны әлде қолына кісен салған дұрыс дегенше. Мүмкін емес! Мүмкін емес! Hasan берген ақшалықтай! Жерге қарап қалмай кетіп етесің ғой! Мүмкін емес! Сен өтірік айтасың! Бекер сен өтірік айтасың! Мүмкін емес! Мүмкін емес! Енді соған қолға келдім ғой жеңеше. Біз өзі Асан ағамның қызметтестері болып, бір нәрсе жинағандай болдық. Ол не болар дейсің? Сонымен өзіңізбен бір ауыз ақылдасайын деп келдім жеңеше. Ақша табылды. Енді мұны Асан ағамды құтқарып қалуға құдіреті жететін бір дәуір беруіміз керек жеңеше. Ондай күніміз бар біздің. Ондай ешкіміміз де жоқ қой. Жеңеше, жәкең бар емес пе министрліктегі? Сіздердің жақын достарыңыз. Сізге звондап, хабарласып
жеңеше, қуанышта кездесейік. Рахмет сенге. Сен болмасаң не істеп едім? Жеңеше, солай берсеңіз, мен сіздің қасыңызда жұбатыды. Рахмет. Мен шыға бақсы. Міне менің жеңешем осындай болу керек. Ал жеңеше, қуанышта жолға сау болыңыз. Hasan, amansın da, kalçadayım bana. Қалжағай есін шығайсың Гүлхан. Сенің арқаңда, әлгі бриллиантының арқасында, өмір тойыңнан жағынан бірақ шықтың. Тым болмаса бір кезінде шәйдің үйіне болып шығып. Ел дегеніне жеттің ба? Мүмкін ақшаңыз болып, аздан бір бриллиант алып, анау асыппен ханымдарға таба болып қалған шығарсың, е? Hasan жетер. Рас. Мен сенің алдында өте көркем. Жаман әйел. Бірақ сен берген ақшаны жаратқан жоқпын. Ол әшекей жылтырақ қайырсыз тастан. Сенің бостандығың несі қымбат? Hasan, түсінесің бе? Жаңағы қайырсыз тас дейсің бе? Не десең де өзің біласың. Білесің бе? Сол әшекей бұйымдарды бәрін сатып, сен берген ақшаны қосып, ешқайсысын жаратпай, бір сенімді жақсы кісіге беріп қойдым. Ол сені осы жерден шығарып аламын деп уәде етті, Hasan. Түсінесің бе? Жарым, кешірме, құмарып кетіп. Дегенмен, сол ақшаның бәрін апарып берген адамның мен танымын ба? Танисың? Ол сенің досың. Ереке. Ереке! Еркебайдай достың ба? Еркебай деймін. Сәкеңе звондадым. Телефон өшірілді, Жәкеңе звондадым. Шетелде жүрмін деді, сосын Еркебайға хабарласып едім. Нағыз азамат екен. Бір сөзге келместен көмектесем деді. Не болды? Оңбаған, сұмырай. Оңбаған деп отырғаның кім? Дегеніне жеттің. Дегеніне. Қазір күнімізге жеттің-ау. Күнімізге жеткен кім, Hasan, айтшы? Гүлхан, сен не істеп не жүргенін білесің ба? Осының бәрін әдейі ұйымдастырып, мен түрмеге қаматқан сол оңбағанның нағыз өзі еді ғой, Гүлхан. Еркебай? Жоқ, мүмкін емес. Мүмкін емес, Hasan, енді не істейміз? Не істейміз енді, айтшы? Не істейсің? Енді ұзақ мерзімге соқтай. Мына менің келгенімді байқамай қалды ба? Кешіріңіз, Сәмехан. Байқамай қалдым. Ей! Байқамай қалдың ба? Әлде байқағың келмей тұр ма? Мүмкін өзіңде осы үйдің күң емес, хозяйсың. Гүлхан ханымын деп есептейтін шығарсың, а? Ол не деген өз, Сәмехан? Ол не деген өз? Мен бар болғаны сіздің қалғышыңыз, мен шыққыңыздан. Сенен бірісін ағын қарап алған, Сәмехан. Бәріміздің аузына қаратып. Кімсің? Гүлхан ханым болып жүргенде. Дәл осылай майын тамызып, әдемі сөйлейтін едің. Өзің күң болсаң да, мына тілің сол күйі қалыпты. Ей! Күңнің тілі өзі қысқа болмаса, кесілетін білесің ғой, есіңде болсын. Айтпақшы. Күн! Ана отырған қырықтан қарап келші бана. Сонша шошығаның деп, әлде тостақ деп айтқан сөзің ұнамай қалды ма? Ей, жаңа ғана сүт тұрған тостақтар келді екен саған.
Шынымен де ештеңе істеген жоқ па есіңе? Ешнәрсе түсер емес, Саня. Олай болса мен айтайын, бейшара, сен есіңнен адасқан екенсің ғой, иә? Бүгін кешке қанымдар болып бас қосамыз. Ей, кімнің үйінде екенін білесің бе? Жәкеңнің үйінде. Әр бас қосқан сайын мына сен әңгіме боламыз. Не деп сұрасайын? Сұрай алмайсың, иә? Әй, бейшара, күйеуі парақор болмағанда, жемқор болмағанда, шіркін арамызда бриллианттар тағып, гүл-гүл жайнап отырады да-ау деп, кейде аяушылап отырамыз. Не болды? Айтқан сөзім ұнамай қалды ма? Не үндемей қалдың? Не болды? Үндегенде не деймін сен, менің? Өз қолымызбен істегенімізді өз мойнымызбен көтеріп жатырмыз ғой. Иә, басымызға келе беріп бір түсінгенім, әрбір пенде жасаған жамандығына, күнәсіне қарай Алла тағаланың жазасын алмай қалмайды екен. Сен не? Сонда сен не енді? Кінәлап тұрсың ба? Мүмкін мына үйімді алып қой. Өзімді күн қылды деп мені қарғап істейтін шығарсың, иә? Бірақ есіңде болсын. Қарғап істейді. Бірақ Сәния ханым еш уақытта да мына сен сияқты бейшараның күні бола қоймас деп қой. Жәкеңнің үйіне барғанда мына тостақты сыйға тартсам қалай болады? Жақсы. Иә? Сенмен мен мазақ болып тұрсың ба? Ол зат ескі зат болғанымен өте құнды экспонат екен мен білмейді дейсің. Жәкеңнен бұрын енді бұрыннан алмаймыз. Жәкең әлімін деп қызметімді өсірем деп жүреді. Мына достар сыйға тартса. Кездесін шығар, а? Ойбу! Сенімен ұзындасам деп мына прическамды жасатудан кетіппін. Кеттім мен, бақша кетпей кіріп. Мен келгенше мына үйдің ішін жалтырап тазалап қойдым. Мен келгеннен кейін өз қолыммен, өз көзіммен тексеріп шығамын. Пока! Чау! Әлемді барып қойсам, кешкен сұрап бейін. Дүние байлық біртіндік, иман ілім мәңгілік. Яғып сол қостық. Асан екеуміздің тойымызда атамның сыйлаған тостағы. Енді міне, дүние қуамыз деп жүріп, тостақтың жазуы түгіл өзімді ұмытып кетіппіз. Сол қадірлі күнді дүниеден қазір бір жолата ажырайын деп тұрмын. Жоқ, айылмай. Айылмай.
Иә, барлығы да Бекен ағаның айтқандай рас болып шықты. Қайдағы үйді айтасың? Анам мен бауырым құрқылтайдай тар лашықта жатыр. Ал әкем болса түрмеде. Жоқ, ақты ақ, қараны қара деп шешетін кез жеткен секілді. Иә, кім болса да өз жасаған күнәсі үшін Алла тағаланың алдында да, адамның да алдында да есеп беруі тиіс. Дұрыс айтасың, ол істі де тіркеуге алып қой. Мен де солай ойлаймын. Иә, мен де Бекен ағамен жолығып, керек құжаттарды алған соң бірден Астанаға қашам. Рахмет. Рахмет саған бауырым. Саған Алланың өзі жар болсын. Көп рахмет. Рахмет. Sen bizde kayboldun. Bu yere bir sen yapalım. Әбіл кеңдер кейсізді, әр шайқы түсіргені. Енді міне, баяғы өзіміздің шақшы. Bana bir kadın babası. Sen yapalım kavgayı atamekin. Senin yemeğin çok sıkıyorum. Сонша таңданғаныңыз не? Сіз Гүлхан ханыммен кім едіңіз? Ал шынайы, сіздің үйіңіз емей кім тікеді? Олай болса жүріңіздер, бәріне өз көздеріңізбен көресіздер. Иә, Гүлхан ханым, егер рұқсат етсеңіз, мен өз шаруаларыма кірісе берейін. Бізге жіберген Аллах тағаланың тағамы сыйлай апа. Апа, ораз бауырым! Ораз бауырым, сен де мені кешір. Ya Allah! Ya Allah! Bu sen kendine şükür. Kumranın meydanındasıyla. Esselamu aleyküm. Orahmetullahi ve berekatuhu. Sadece öğrensiyle muayene durgan sensiniz mi? Әлде Алла тағаладан тілеген тағы бір сыйыңыз бар ма? Сый, балам o. Allah Teala bana osmuşa sый verdi bu. Şükür, şükür kanaat. Апа, Алла тағаладан барлығын да тілеңіз. Алла тағала тілеген тілекті қабыл етуші. Алла тағала жайылған алақанды құр қайтаруға ұяламын деген. Сондықтан Алла тағаладан бәрін тілеңіз. Balam o. Allah Teala'dan tilekinde. Men soğan layık dedim. Hasan'ımın bulmağını şanmamandan o meni kesirim dedim. Апа, Алла қаласа, ол болдырмайды да, болмайды да нәрсе жоқ. Алла тағаладан кешірім сұрасаңыз, шын жүректен Алла тағаладан тілек тілесеңіз,
Алла тағала ол тілегімізді қабыл етті. Бекен аға. Өз отбасында бір дастарханда отырмас бұрын сіздердің алдарыңызда ағымнан жарылған жөн көрдім. Мен өз үйімнен, өз отбасымнан гөрі қызметімді, байлығымды көбірек ойладым. Бай болсам, байлық болса, алдымнан ешбір қиындық кездеспейді. Кездесе қалса ол қиыншылықты байлығыммен жеңемді ойладым. Осы ойыма сенгенім соншалық, қызметімді пайдаланып, талай адамды да жылаттым, итеріп құзға құлаттым да. Ол олма, туған ұлым Омарды сабап үйден қуып шықтым. Не үшін? Құдайға құлшылық етіп, намаз оқыған үшін. Маған, мұныңды қой, тура жолға түс. Бүйте берсең Аллахтың қаһарына ұшырайсың деген үшін. Омар балам маған алдын ала ескертуді ескертті. Ал мен болсам оның айтқан сөздерін құлағыма да қыстырмадым. Қайта ақшаға, дүниеге бұрынғыдан бетер құмыға түстім. Ақыры сол ақша, байлық күшіне жетіп, абақтыдан бірақ шықты. Сонан соң ғана Омар баламның айтқан сөздері рас екенін ұқтым. Сонан соң ғана Алла тағаладан басқа ешбір құдірет күші жоқ. Жақсылық та, жамандық та бір Алланың бұйрығымен келетінін ұқтым. Жүрегімді жайлап бара жатқан қарадақтан, сана сезіммен ақ ойымды тұншықтырып құрсап алған нәпсінің құрсауынан құтылғым келіп, тәубаға келдім деді. Өзім келгенінше, шамам келгенінше, Құдайға құлшылық етіп жүргенімде, Алла тағаланың өзі маған Омарынан айнымайтын жап-жас, өте білімді жігітті кездестірді. Ол жігіттің айтқан уағыздарын тірпеттей орындап, күндіз-түні Құдайға құлшылық етті. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға салауат айтып, тілек тіледік. Дәл қазір бүгін қандай нығмет тиген есем Алладан соны тіледім. Алла тағаладан бұйрық келіп, өліп кетсем де өкінбеймін. Әкем мені асыра мақтап жіберген секілді. Шындығына келсек, барлық мақтаумада тек бір Аллаға ғана тән. Мен де өз күнәсі басынан асқан пенденің бірі ғанам. Мен де білместігімнің кесірінен Алланың бұйрығына қарсы шығып, өз туған ата-анама сөз қайырдым. Үйден қуылдым. Үйімді, отбасымды сағына берген соң, елден алыс кетіп, Мәскеуге барып жоғарғы оқу орнына түстім. Ол жоғарғы оқу орнын Қызылға бітіріп, беделді бір қызметке орналастым. Алланың бұйрығы шығар, елден шақырту келіп, Астанаға басшылық қызметке орналастым. Бұл жақта Бекен ағамен хабарласып отырдым. Отбасымның қиын жағдайға тап болғанын Бекен ағадан естідім. Бұл жағдай маған өте ауыр тиді. Ол жақтағы әріптес бауырлар бар. Барлығымыз бірігіп жұмыс жүргіздік. Құдайдың қалауымен үйіміздің қайтарылуына, әкеміздің ақталып шығуына аз да болса септігіміз тигіздік. Кешіріңіз
Benim canımda ayağımsız şaraladım boyun. Benim yaşasın son izledi. Bir kalmasam, senin acının cündesini parça parça çıkarttım. Ben imanla boyundum. Üzgündüm. Sonunda Allah seni düşünse, şimdi içim. Tek damla yine. Kanım demişim ama kestik bir. Hayır. Resmi vakti girip de azan çağırıp жатыр. Gülkan Hanım, bugün besin namazı, özüme nasip ettin. Bir Allah'ta alama, onda bir şükür. Buraya kızımın çay namazına birlikte vereyim. Sizni bulunsalar. Çaynaması kelek çıktı. Men siyak jas bola dayandamайдым ben. Ayıplarınız, işlerimiz tarqatып, biraz şey yapmamızdır. Jam-jas bola tura, menin de aytarым көп edi. Biraz sabır saqlap, үнсіз қалдым. Бірақ жай намаздарыңызды жайып беруге, дәрет суларыңызды дайындап беруге рұқсат беріңіздер. İmanlılık ortasın beşik aynalayın деп тұрған секілді. Namaz оқитындарыңыз біздің үйге келіңіздер. Бәріңіз де сиясыздар. Азан шақырып жатыр. Естисіздер ме? О жамағат! Намазға асығыңыздар. Күнәдан арылуға асығыңыздар. Бұл дүниеде бақытқа жетелеп, ақыретте жұмаққа жетелейтін жалғыз жол осы ғана.